2021 жылдың 3 ақпанында Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шлекбаев пен Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымкулова адалдық алаңы жобасы аясында облыстық, аудандық және ауылдық кітапханалар жанындағы парасат жолы орталықтарының бірлескен жұмысы туралы меморандумға қол қойды. Қостанай облысында да облыстық, аудандық кітапханалар жанында парасат жолы өңірлік орталықтары ашылуда. Бүгін 2021 жылғы 26 ақпанында Денисов ауданында осындай орталық ашылды. Открытие центров «Парасат жолы» – это еще одно направление борьбы казахстанского общества с коррупцией. Основной целью центра является пропаганда добропорядочности, доброжелательности, честности, а также совместно с общественными деятелями доведение до населения, особенно до молодежи, информации о вреде коррупции. Сегодня в открытии центра принимает участие поэт Калимов Батырбек Каппазович, имам мечети Жума. Еш уақытта бір кісілердің ақысын алмау керек. Яғни әрбір адам сол бір өзінің бір жеткілікті бір несі бар, өзінің бір ақысы бар. Сол үшін де біздің шариғатымызда жемқорлық ол сөзсіз осы бізде исламда харам делінеді. Яғни харам, яғни ол Алла Тағаланың тыйым салынған нәрсесі деп атаймыз. Руководитель проектного офиса адалдық алаңы Жумагулова Алия Асылхановна, депутат районного маслихата Таран Наталья Ивановна. Сегодня организована выставка книг. Кітап ол ең бірінші байлық. Бүгін кітап көрінісінде Абай Құнанбаевтың «Адам деген даңқым бар», Абу Насыр Әл-Фарабидің «Қайырымды қала», Қуат Қайрамбаевтың «Ар мен заң», Николай Васильевич Гогольдің «Мертвые души», «Ревизор» кітаптарымен бірге Калимов Батырбек Каппазовичтің кітаптары да бар. На выставке размещены фотоматериалы с выступлений театра книги, детской библиотеки с театрализованным представлением «Коррупция в мире сказок». Орталықтың негізгі мақсаты ғылыми және шығармашылық зиялы қауым өкілдерімен бірлесіп қоғамда парасаттылық идеологиясын ілгерілету.